Алматыда продюсер Нұрлан Қоянбаевтың «Майлав Айсұлу» фильмінің алдын ала көрсетілімі өтті. Бақ өкілдері мен шығармашылық топты жиған миллиардер продюсер ерекше қуанып, ағынан жарылды. Әрбір адам өзінің қолынан келетін нәрсемен және өзінің сүйетін жұмысымен айналысу керек. Сол кезде бір жақсы дүние шығады деп ойлаймын. Біз әзірге жалпы мен комедия кеше келген жоқпын ғой. КВН ойнадық, оның түнгі студия, сосын жаңа комедиялар бары позитивті жанрда. Көңілге жанрда, сондықтан да біз осы салада жүрміз. Біз аяқ астынан келген жоқпыз. Романтикалық комедия жанрында түсірілген туынды Қоянбаевтың өзге фильмдеріне ұқсамайды. Бұл жолы продюсер заманауи әзілмен қатар астарлы ой тастауға тырысқан сыңайлы. Ал фильмнің басты ерекшелігі мынада. Көрермен бұл көріп жатқан киноны сезіну керек. Болады ғой, көп киноларды көреміз, сенбейсің. Сондықтан да «Бизнес по-казахски» да, «Майлав Айсұлу» да, «Каникулы Таиланда» да, мен ойымша халыққа жақын нелер. Халыққа жақын сценарий, халыққа жақын әзілдер. Сондықтан «Майлав Айсұлудың» біз өзіміздің бір ерекшелігі, әрине халыққа жақын дүниелерді түсіреміз деген бір мақсат қойғанбыз басында. Фильм режиссері Дархан Сәркенов Қоянбаевпен алғашқы жұмысын ерекше бағалады. Продюсерден мол тәжірибе алдым, қызықты сәттер көп болды. Сондай-ақ қайта түсірілген фильмнің әттеген айы аз дейді. Тен былай істеп жүру керек деген сұрақтар, өкініштер көп болғандықтан біз оны қайта түсіруге шештік. Енді қазір әттен айы аз. Енді Нұрекеңмен жүрсең, ол әрбір минуттың, әрбір секундтың өзі күлкімен, сондай қызықты моменттермен өтеді ғой. Оқиға желісі Айсұлу есімді қызға өзін режиссермын деп таныстырған қарапайым жұмысшы Санжар арасында өрбейді. Ұшақтағы таныстық зиянсыз өтіріктен бастау алып, Америкада жалғасын табады. Ақкөңіл Санжар шындықты айтуға қанша қамданса да, реті келмей өтірікке өтірік жалғанады. Ақыр аяғы Айсұлу Санжардың Америкада кино түсірмейтінін, олар арасындағы қарым-қатынас өтірікке толы болғанын байқап қалады. «Майлав Айсұлу» 30 қаңтардан бастап көрерменге ұсынылады. Я тоже хочу признаться. «Майлав Айсұлу». Қоянбаевтың қазақша бизнесі рекордтық касса жинап, сериялы фильмге ұласқан. Бұл романтикалық комедияның да екінші бөлімі бола ма деген сауал күні бұрын туып отыр. Бұл кино ертең шығып қалыптаса, яғни жалғасын түсіру деген бір ой қалыптаса да, барлығын көрермен шешеді. Шағын актерлық құраммен жұмыр дүние жасаған шығармашылық топтың еңбегін халық береді. Десе де, ештеңені көріп тұрып, ештеңе демей тұра алмадық. Субтитрда бірінші жерде грамматикалық қатеге көз түсті. Оны үлкен прокатқа шығарар алдында түзеп жіберсе, қандай керемет еді. Сосын ауыз толтырып голливудтық актерлар қатысты деп айтайын десек, оның дені қазақ аудиториясына жағымсыз рөлде танылған. Сосын Қоянбаевтың фильмінде жылт еткен бейне болмаса, басты кейіпкерлермен диалог жоқтың қасы. Есесіне ат жалын тартып мінген қазақ баласының тақымы мықты болу керегін сюжет арқылы жақсы көрсеткен. Бұл енді барлық киноларда утрировать етеді ғой, енді бұл өнер болғаннан кейін художник өзі қосып қояды, сценарий шамалы фантазиясын қосып, болмағандықтан қосу мүмкін. Бірақ барлық сценаристер ол осы Қазақстан қоғамының азаматтары ғой, жалпы қанша көпшілікпен жүрген, сондықтан да әрбір идея ол бір жерде болған сияқты. Мысалы, біз осы киноны достарыма айтып берген кезде, бір досым айтып берді, қызымен танысқан кезде ол солай айтқан, әкім баласымын деп бір образға кірген. Сондай алдау болды деп. Яғни бұл өмірде кездескен шынайылық сценарий.